әлемнің бәріне бауырмалмын деп айтсам, асыра сілтеген болармын. Бұл бауырмалдылық деген имандылық қой. Менің әкем айтатын, қолыңнан келсе жақсылық жаса. Жақсылық істе, қолыңнан келмесе, жамандық істеме. Ешкімге залалын тигізбе, ол да пайда дейтін. Ол да мейірім дейтін. Мен негізі осы күні әкем сол сөздерін көп ойланамын. Мен өзім үлкен бір алған сабағым кек сақтамау. Кек сақтау ол үлкен бір жұмыс. Ол бір жүрегіңе салмақ. Сен біреуге кектеніп, сен біреуге өштеніп жүріп, сен жаның ішіңнің бәрін әлігі кеулетіп аласың. Ол жерге жағымсыз энергетика жиналады. Сосын мен өзім шығармашылық адаммын. Мен адамдардың жанының сұлулығын жазуым керек. Адамның парасат пайымын. Мен мысалы қағандар, хандар, патшалар туралы жазамын. Мысалы Яссауи қасіретін, мысалы Яссауи ол ұлы суфист. Мысалы жаңағы жазып жатқан қазіргі тарихи романымда қағандар 8-ші ғасырдағы. Олардың бәрі ұлы тұлғалар ғой. Мен оларды жазу үшін, мысалы Шыңғыс хан туралы Күрбілжін деген жақында поэтикалық ақ өлеңмен пьеса жазып тауыстым. Шыңғыс хан ол жаһандық үлкен тұлға. Күрбілжін де Таңғұттың соңғы патшасы Шүйдіргінің әйелі патшайым. Ол да үлкен тұлға. Енді осы тұлғалардың ішкі жан дүниесін ақтару үшін менің өзім жүрегімде тазалық болу керек қой. Егер оның бәрін анаған кеткен өшім, мынаған кеткен кегім деп кектеніп жинай берсем, ол дүние туылмайды. Мен өмірдегі мынау, тіршіліктегі мынау арпалысты, күнделікті күйбең тіршілікті мен миыма кіргізгім келмейді. Себебі мен оны кіргізсем бітті, артынан бір сары уайым басталады. Ойбай, анау неғып бітпей жатыр, мынау неғып бітпей жатыр, үйімнің сыртын қашан сылайым, заборымды қашан жөндеймін деген сияқты пендауи уайым кірген кезде мені шығармашылығым жетімсіреп қалады ғой. Сондықтан мен ойлаймын, адам ешкімге өшпенділік, пейіл, ниетіңде өшпенділік болмау керек. Мен мысалы маған үлкен сатқындықтан өттім. Өзімнің шәкірттерім сатты, жетелеп, соларға нан беріп, ата-анасынан көрмеген қайырымды көрді менен. Мен өткен олар жетелеп жүріп, театрға штат қалып, нан беріп, оларға өз ақшасын өзіне таптыртып, сөйтіп қамқорлық жасадым. Бірақ солардың көбісі, басым көбісі сатты, бірақ ол маған үлкен мектеп болды. Мен оларды қазір, олардың сол кезде кезеңім әрине маған ауыр болды. Әр кезде тас түскен кездегені салмағы болады ғой. Кейін оған да қалыптасасың, оған да бейімделесің, одан да шығу жолын қарайсың. Ол тастың бәрі менен лақтырылып түсіп қалды. Бірақ мен жаңағы сатқындықтың үлкен мектебінен өту арқылы жаңағы ешкімге кектенбеуді үйрендім.